Сәлематсыздар ма? Қалайсыздар? Сіздерде бәрі жақсы ма? Орындап жүрсіздер ма? Сіздер орындап жатырғандарыңыз туралы ештеңе етпейсіздер. Ештеңе. Не үшін айтыңыздаршы? Бәрін орындаңыздар. Менің әдет дағдымды мен бөлістім, иә. Сосын мен немен бөлістім? Сіздермен түйсікке шоу жолы бар ғой, соның деген бірінші табымен бөлістім. Соны істеп жүрсіздер ма? Сіздер айтсаңыздаршы, я істеп жүрік, орындап жатырық деген сияқты. Енді мен қуаныштымын, кітапты енді бөлсеңіздер, бірақ қалғандарын істеңіздер, жарайды ма? Уақыттарыңызды арнаңыздар оған. Уақытты дұрыс пайдаланып жатыр деген үлкен үміттемін, үлкен сенімдемін. Қазір біздер уже 6-шы сабаққа да келіп қалыппыз. Сіздермен көзді ашымғанша жылдам келіп қалыппыз. Қазір көп еңбек еткенге бақыт басын еді. Сосын бала кездегі мен туындыларыма сіздермен таныстырамын. Және біз сіздермен уақытты дұрыс қолдан деген 3 тақырыпты өтетін боламыз. Өтпестен бұрын тағы да сұрайын сіздерден. Бәрін орындап жүрсіздер ма? Егер де бәрін орындап жүрсеңіздер, онда сіздер чатқа я орындап жүрміз деп жазып кетіңіздер. Жарайды ма? Міндетті түрде күтемін ал. Так, біздер сіздермен көп еңбек еткенге бақыт басын еді деген тақырыптан бастайық. Я рас, кейбіреулеріңіз ойлайсыздар. Маған көп айтады, осы айтады. Сообщение келеді да. 2 кісіден ба осыған дейін келді. Жас апай, мен аффирмация күнделікті жасап жүрмін. Мен медитацияны жасап жүрмін. Және сонымен қатар мен визуализация мықты жасаймын дейді. Бәрін істеймін, қолымнан келеді, бәрін жасаймын. Жатамын дейді, күнделікті қолданамын, жатамын, істеймін дейді. Бірақ ештеңе армандарым орындалмайды дейді. Мен не істеймін дейді. Мен сіздерге қайтып қақсалап айта беремін, тағы да айтамын, ең соңында деген жақсы. Еңбек ету керек, тірлік ету керек, іс-әрекет жасау керек, оған жоспар құру керек, мақсат құру керек. Ол қараптан қарап істесеңіз жата бересіз ғой десем, иә дұрыс айтасыз дегенге дейін айтты. Сондықтан сіздерге айтамын, олай ешқашанда істеп үміт күтпеңіздер одан. Күнделікті тірлік етіңіз, еңбек етіңіз, жоспар құрыңыз, жасаңыз. Я рас кейде біз түсініп қаламыз, білем, мойындаймын. Осы мен 2-ші күн бүгін мен шыны керек аздап сөніп қалдым. Себебі энергиям тым көп кетіп қалған сияқты болып кетті да. Аздап таңертең тұрамын енді жақсы, бірақ та ұйқым келе береді. Қайта ұйқым келе береді, шашайым. Кешегі эфирден көрген боларсыздар, иә. Мен қатты жарқырап тұрған жоқпын. Бірақ енді бар білгенімен бөлісіп сөйтіп айттым. Бірақ шыны керек, энергиям кеше өте қатты аз болды. Өзімен өзі қызарып, ең басында шықпай тұрып, шаршап, көзім қызыл болып, бітіп сөйтіп тұрдым. Бірақ та жоқ деп өзімді жинап алдым. Мен қалай да болса сабақ жүргізу керекпін. Мен жауапкершілікті алдым ба? Соңына дейін қалай да болса мықты маған сеніп тұр ма? Маған сенім білдіріп тұр ма? Мен жету керекпін соңына дейін деп мен өзімді жинап алып, өзімді кәдімгідей душқа түсіп, ыңғайланып, серкіп сөйтіп алып барып сіздің алдарыңызда сөйлеген едім. Бірақ та дегенмен білмеймін, сіздер ол туралы жазбадыңыздар, ешкім білмеген боларсыздар бәлкім. Бірақ шыны керек, аздап ол уақытта өзімді энергиям таусылып былайынан не істеп қалғам. Былай қазір жақсы, шүкір, жарап, бірақ та мен сияқты болып қалмаңыздар жақсы. Бірақ болып қалады, шаршап кетесіздер, білем. Демалғыларыңыз келіп қалады, ештеңе жасағыларыңыз келмей қалады. Болады, ондай болмайды емес. Бірақ өздеріңізді жерге тастап жібермеңіздер. Мен сіздердің каждыйларыңызбен сөйлесем. Осылай жасайын. Енді қараңыздар. Мен осылай жасайын деп жатырмын. Жалпы бүгіннен бастап шешім қабылдадым. Мен сіздермен алла қоса дейін видеокамера арқылы, видеозвонок арқылы WhatsApp-пен жеке-жеке сіздермен сөйлесетін боламын. Себебі маған нәтиже керек. Мен сапа үшін жұмыс жасаймын. Жақсы ма? Сондықтан да мен сіздермен жеке-жеке видеозвонок арқылы сөйлесемін. Түйіндеріңіз бар ма? Түйіндеріңізді шешуге көмектесемін. Неше сағат отырсақ та отырамыз сіздермен, сөйлесеміз. Жақсы, солай келісіп алайық бірден. Жоқ, Лаура ханым, өйтпеймін, жасамаймын десеңіздер, енді өздеріңіз білесіздер. Мен оған қарсы шықпаймын. Өздеріңіз қалыңыз. Бірақ мен жақта сондай талап қойылды ма, оны орындауға кірісіңіздер, жасаңыздар, жақсы ма? Себебі мен сіздерге барынша көмектесуге сөз бердім, сөзімде және тұрамын. Жақсы? Сондықтан да видеозвонокпен сөйлесеміз, әрбір түйіндеріңізді нақтылап барып, сұрақ қою арқылы сіздермен бәрін шешеміз. Жақсы ма? Мен сондай шешімге келдім. Сосын өздеріңізді тастап жібермеңіздер ешқашанда, жақсы ма? Мен сияқты болмаңыздар, жалқауланбаңыздар, әрбір күніңізді дұрыс пайдаланыңыздар. Мен энергиямды мен осы 5 күн бұрын уже адамдармен күніне шыны керек 10 адам солай жазады, жеке-жеке бұлар көп адам шығады, содан бұлар енді чатпен вообще 9 ба чат бар енді. Солармен сөйлесем деп уже барлық энергиямды берем деп сәл азап не істеп қалдым. Энергиям не істеп қалды, соңып қалды да, сосын кеше зарядтап алдым.
тұру керекпін деп сыртқа шығып сөйтіп көңіл күйімді көтеріп, сондықтан да сіздерге айтамын, күнделікті күндеріңізді жазыңыздар, күнделікті күніңізді жоспарлаңыздар, өздеріңізді нық ұстаңыздар, өздеріңізге сенімді болыңыздар, өздеріңіздің әрбір дағдыларыңызды, әдет дағдыларыңызды міндетті түрде орындаңыздар. Оны орындамай қалсаңыздар, өздеріңіз тастап жібересіздер. А тастау сізге не вариант? Сондықтан ешқашан еш уақытта өздеріңіз тастамаңыздар. Жақсы ма? Енді мен сіздерге айтайын, көп еңбек еткенге бақыт басын еді. Мен сіздерге басынан да айттым, мен өте еңбекқор қыз болдым. Әрбір неде, менде жетістікте бәрінде іс-әрекет бар. Сондықтан да мен көп еңбек еттім, талмадым, кей кездері ұйықтамадым, сондай іс-әрекетке жеттім. Сосын соның жеткеннің арқасында маған бақыт бұйырды. Сол нәтижеге жеттім, яғни жетістікке жеттім. Ал сіздер де дәл осылай еңбекқор болып, жауапкершілікті, өздеріңіздің жауапкершіліктеріңізді алып, сол жеткіңіз келген жетістіктің кәдімгідей біліп, соны нақты түртіп, соны мен қалайда жетем деп әрбір соған жоспар құрып, соған жеткілеріңіз келсе, кәдімгідей шаг за шагым орындасаңыз, мынаны істеймін, мынаған істегенде мынандай нәтижеге жетем, мынаған мен қалайда осы жетіп алу керекпін, ол маған мына жолды береді деген сияқты бәрін түртіп алсаңыздар, онда сіздер нәтижеге жетесіздер. Нәтижеге жетуіңіздің бәрі іс-әрекетіңізге байланысты болады. Ал бәрін жасап, бәрін болып, нәтиже бәрін, жетістік бәрін жеткеннен кейін сіз бақытты боласыз. Дұрыс па? Солай болады. Сондықтан да мен қазіргі кезде өзім тағы да айтсам, мен блогермін. Білесіздер, айттым, блогермін, сол туралы жазғанмын, көп пост жазам. Түнде көбінесе маған көп шабыт келеді. Сол кезде жазамын. Ұйықтайын деп батырғанда маған көп ойлар келеді. Сол мағыналы ойлар келеді, және сосын оның бәрін қолым жылдам жазып тастауға тырысамын. Өте жылдам жазамын. Миым уже жылдам жұмыс жасап жатыр, жылдам жазу тура келеді. Сол арқылы мен таңертең күндізгі постым солай шығады негізі, менде түнгі шабыт арқылы. Солай әртүрлі тақырыптарда жазған жақсы көремін. Бір тақырыпта жазбаймын, өзімнің жүрегімнен шығамын, мен міндетті түрде жариялаймын. Бірақ жариялап болғаннан кейін ойлаймын, мынаны жазғаным дұрыс па екен, қалай болды екен, адамдардың көңіліне шықты ма, шықпады ма деген сияқты. Енді осыған қатысты мен сіздерге блогерлік жөнінен қызық бір нәрсе айтып кетейін. Блогер барлығыңыз болыңыздар, өздеріңіз инстаграмдарыңызды қолға алыңыздар, өздеріңіз ұнаған тақырыпты қойыңыздар, суреттеріңіз жариялаңыздар, одан ұялмаңыздар, жақсы ма? Міндетті түрде сурет қойыңыздар, аватарканы дұрыстаңыздар, бәрін дұрысқа енгізіңіздер, ютубтарыңызды да ашыңыздар, жайлап Алла болса соған да жетеміз, үміттенемін. Жайлап өздеріңізді танымалдылық етіп, танымал болуға іс-әрекеттер жасаңыздар. Ал ол үшін ең бірінші өздеріңізде көңіл бөліп, дамып алыңыздар іштей жағынан, жақсы ма? Сырттай оны жасаймыз. Сосын мен осыған орай 10 блогерге жазған болатынмын. Түрлі сұрақтар қою арқылы. Өкініштісі, шыны керек, ешкім жауап берген жоқ. Шын миллионы бар, 2 миллион бар, адамға жазған болатын, бірақ ешкім жауап берген жоқ. Оны мен жауап бермейтінін де білдім. Ал енді осы сұрақты өзіме қойып отырдым да, сол кезде, Лаура, егер де сен танымал болып кетсең, егер де сен блогер болып кетсең, сен адамдардың сообщениесін оқыр ма едің, не істер едің деп өзіме сұрақ қойсам, бәлкім оқымас па едім деп ойлайсың да, сосын екінші ой келді. Жоқ, Лаура, дедім, сен дәл қазіргі кезде өзің оқырмандарың болса да, сенің сондай жақсы 15 мыңнан жоғары, бірақ сен әрбіреуіне бірден келген хатты бірден оқып тастайсың, бірден оған жауап беріп тастайсың, сен оған дейін жетпессің, сен бәрін оқып отырып сөйтіп жауап берерсің, даже комментарийінің әркіміне жауап беріп отырған сен бәріне жауап бересің деп ойладым да. Сосын өзім солай ойладым, содан кейін шешім қабылдадым, жоқ, мен барлық адамға жауап беремін, мейлі мен қанша жерден асып-тасып сөйтіп оқырмандарым жетсе де, соған дейін мен барлығына жауап беремін, комментарий болсын, сообщение болсын деген өзімге шешім қабылдаған болатым. Сонда мен қатты таңқалдым. Мен 10 блогерге жаздым, хотя біреу неге жазбады екен деген сияқты. Мүмкін жақсы қолдары тимеген болар деп те ойлап қалдым. Енді блогерлік жөнінен менің қатты жақсы көретін 3 тақырыбым, қатты жақсы көретін дегенде бәрін жақсы көремін, дегенмен олардың ең ерекшесі. Мен қазақтың қызымын дедімде, қазақ қызының қандай болу керектігін жаздым. Инстаграмнан оқысаңыздар болады, мен көйлек киіп, кішкентай қысқа метражда видео салған болатын, және де Польшада қандай жұмыста болдым, сол туралы жаздым, 3 жұмыста яғни. Сосын мен деген ең соңғы тақырып Қазақстанды көркейткенім, Қазақстан атын шығарған жерлерімді пост ретінде шығарған болатын маған. Жалпы желсіз түнде жарық ай туралы бізде кітапхана болатын, сол кітапханада желсіз түнде жарық айды бір қызбен жанды дауыста айтып бергенім есіме түсіп кетті. Фотоны салған болатын, соны қарасаңыздар болады, жақсы.
Сосын осы тақырыпқа орай көп еңбек еткенге бақыт басын еді деген тақырыпқа орай мен айтқым келіп отыр. Менің дәл қазіргі кезде екі кәсібім бар. Бастапқы кәсіптерім, біреуі Instagram визитка дейді, біреуі сухой бассейн. Екеуі де сұранысқа ие, шүкір. Дегенмен дәл қазіргі кезде карантинге байланысты әлі тоқтап отыр, бірақ адамдардың тапсырыстары бар. Бірақ олардың бәрі маған бастапқы капитал жинау үшін керек. Бір нәрсе армандаймын ба, бір нәрсе қолға жеткіземін ба, оның бәрі бастапқы капитал. Сондықтан да өздеріңіз қалаған жүректеріңізге жақын кәсіптерді жайлап бастауға сіздерге болады. Жарайды ма, соны ойланыңыздар. Мен Instagram визитка не үшін алдым? Себебі маған Instagram өте қызықты. Сол үшін алдым. Инстаграмда әрмен қарай дамытқым келеді. Бизнесі бар аккаунттарды болса, бизнесі бар адамдарды Инстаграм болады ғой, соларға керек болады деп. Ал екіншіден сухой бассейн, ол кішкентай балдарға арналған, яғни балдар соның ішінде кішкентай шариктер жан-жағын қоршап тұрады. Оны Инстаграмнан көрсеңіздер болады. Міне мынадай Инстаграм визитка, мынау бізде сухой бассейн. Сол балдар миын дамытады, жақсы ойнауға іштері пыспайды, және қоршалып тұрады. Сондай ол өте пайдалы екен, жан-жақтан пайдалы. Оның пайдасын кәдімгідей оқып танысып барып бастаған болатынмын. Бастаған кәсіптерім өзіме қатты ұнайды, әрмен қарай дамытамын деген ойдамын, бірақ қатты соншама дамытамын деп айта алмаймын. Себебі оның бәрі мен айтып кеткендей белгілі бір капитал жинау үшін. Капитал жинап барып, әрмен қарай ақшаны адам деген дамыту керек та, инвестиция қою керек, яғни оны жинап алады да, бәрін жинап алғанда екінші бір жерге қояды, одан ақша айналым жасау керек. Ол жөнінен мен сіздерге білетінім туралы ең соңғы сабақта бөлсем, қаржы жөнінен. Жақсы, солай. Алла қоса дейін, бұйырса дейін, көптеген кәсіптердің, көптеген бизнестардың басын ұстайтыныма өзім сенімдімін. Алла қоса дейін, оның бәріне қол жеткіземін. Тек қана иманым сөнбей, ақылым артта қалмай, әйтеуір тура жолдан адаспай жүрсем болғаны. Сондықтан да сіздерге де айтамын, өздеріңізге сенімді болыңыздар. Қандай кәсіпті бастағыларыңыз келеді, қандай кәсіппен айналысқыларыңыз келеді. Жоқ, мен жасай алмаймын, қолымнан келмейді деп айтпаған. Жақсы. Кәсіп жасау үшін, кәсіп бастау үшін ешқандай да еңбек не керек емес, оған таланттың ешқандай да қажет жоқ. Тек қана еңбек болса болған. Жақсы. Еңбек болса, нәтиже де болады, бақыт та басыңызға қонады. Жақсы ма? Сондықтан өздеріңізге сенімді болыңыздар. Бала кездегі мен туындыларым екінші тақырыпқа көшетін болсақ, мен осы 12 жасынан бастап өлеңдер шығардым деп айтқан болатын. Талай өлең шығарғам ғой, мен деген ренжіген өлеңдерім де болған, қызықты сәттердегі өлеңдерім де болған, сондай қызық өлеңдерім болған екен. Бәрін оқып шықтым мен осы кітапты жазбас бұрын. Сосын қатты таңғалдым, сен соншама сол кездегі 12 жастағы қыздың басына қандай өлеңдер қалай жазғансың деген сияқты. Қазір мен сіздерге оны кезек бәрін оқып беретін боламын, таныстырып кетемін. Бірақ та мен деген қатты ақынмын деп айтпаймын, тек шығармашыл қызбын. Ойыма келемі, қалам қолыма ұстадым ба, маған қаламды миым айтады да, қалам дәл қазір ал, сенің ойыңа толтып келіп жатыр, сен жазу керексің дегенде маған сигнал береді. Сосын мен қаламды аламын да, уж бітті, жаза берем, жазам, солай жасай берем мен негізде. Ұнайтын сөздерін жазам, ұнамайтын сөздерін сызам деген сияқты. Сондықтан да шабыт келеді, миым маған көмектеседі, қолым ары қарай жүргізе береді, сол сияқты мен жаза беремін. Енді ұйқасы келмей жатады арасында, енді себебі жүре берген неден ұйқасын келтіріп отыруда енді ақындықтың бір несі болады ғой, бірақ оған енді қатты неміз бар деп айта алмаймын. Қазір мен сіздерге бір шығарған өлеңдерімді жастап мәнерлеп барымша тырысып оқып берейін. Дегенмен оның бәрін мен деген санаулысын алған болатын, қатты жүрегіме жақын болған дегендерді алған болатын. Бәрін ала беруді ондай қажет жоқ екенін түсіндім да. Өзім туралы өлең жазғам, әжем туралы, сосын Алла туралы, өмірдің жалған екен, дүниеге рахмет өкінбессің, Лаура деген дыбыстар туралы өлең жазған екенмін. Егер де білмеймін енді тыңдағыларыңыз келе ме, тыңдағыларыңыз келмей ме, бірақ айтып кетейін, ой саларлығы сөзсіз. Енді өзім туралы айтып кетейін кішкене. Енді атым Лаура болады сұрасаңыз, келген екен кешегі бір атамыздан тараған бір ұрпақтың кіші жүздің әйтекесі дегелсеңіз. Бола білген бәрімізге қамқор әкем Қайыржан, мейіріммен жүзінен күлкі үйрілген, сыйластықпен қамқорлықты бізге үйреткен асқар таудай әкешім бола білген. Гүлдей жайнап тұрады күнде көрсем, анам аты Гүлмира біле білсең.
Жүрегінен төгілген мейірім қуанышы әділдікпен күресіп қиындықты жеңе білген. Күнде маған апа деп еркеп бір інім бар, апа деген сөзінен ризашылығым соншалық көңілдене жасағар. Інім аты Рустам деген тентек қожадан алмай қалған біздің батыр деп солай өзім туралы өлеңді жазған болатын. Екінші, әжем туралы жаздым. Әжем, мен папамның мамасын ешқашанда әже деп айтпаймын, оны Ақмама деп айтқанмын. Сол туралы шығардым. Асыл әжем, ғасыр әжем, не істемедің біз үшін? Тосқан ауыздан майды тамызған, құрт пен айран көшеге тойдырған. Ғасыр әжем ардақты әлдилеп, аялап, өсіріп ең еркелетіп, қолындағы барын үйіп төгіп беретін, ақшаны да тыққылап, алмаймын десем алғызып, бетінен сүйіп жіберетін. Сүйікті менің әжетайым деп осылай әжеме де арнаған болатынмын. Сосын ең қатты тағы да бір ұнайтын өлең ол Алла туралы жазғам. Қиналғанда қасымнан табылатын Алла, қол үшін әрқашанда созатын Алла, жамандықпен жақсыны айырып көрсететін бір өзіңіз әрқашан Алла тағала деп Алла туралы жазғам. Өмір жалған, қиындыққа бой бермей адамдар өтіп барады, сабырлықты біле бермей жылап өкіріп жатады. Өмір жалған, түсінші сен адам, өмір жұмбақ, өмір жұмақ, өмірде жоқ кей адам. Сезіміңе берілме, ақылдылық болсын білімде, сен жетерсің бәріне, ойлы болсаң әрине. Ой қалдырды ма сіздерге? Ой қалдырса, бір ғана ойды сіздерге беретін болса, дәптерлеріңізге бірден түртіп алыңыздар, жақсы ма? Дүниеге рахмет өкінбессің. Мына өлең жазып жатырғанда мынандай жағдай болды. Оны бөліскім келіп отыр, қатты бөліскім келіп отыр. Мен мектепте оқып жатырғанда 8-ші сынып па, 7-ші сынып па, ұмытып қалдым. Мамам ауруханаға түсті. Сосын бір уақытта әкем звондап жатырды. Звондап отырғанда мен әдебиет сабағы болды. Сосын әкем звондап жатырды. Мен алуға тура келді. Апайымнан рұқсат сұрадым, жіберді, бардым. Сосын отырғанда тағы да екінші рет звондады. Алмасқа болмады. Себебі енді мен білу керекпін ғой. Мен уайымдап отырмын. Не болып жатырғанын білмеймін ғой енді. Мамама уже ота жасайын деп жатыр. Сосын қатты уайымдап сөйтіп отырғанда екінші рет звондады. Сосын звондағанда апайға айттым, қатты шұғыл мен алсам болады ма деп сөйтіп бардым. Сосын жақсы бар деді. Бардым, барғаннан кейін келген ғой. Келгеннен кейін маған айтады да, Лаура сен осы деген екінші рет шығып кетіп отырсың, жігіттермен біреулермен сөйлесіп жүрген жоқсың ба деп маған кәдімгідей сөйтіп айтты да. Сол кез қатты есіме келеді. Сосын қатты ашуландым сол кезде. Қатты қасымда бір подружкам отырды. Білмеймін, адам неге солай ойлайды дедім, байыбына бармай жатып, неге бірден шешім қабылдап тастайды екен деп бірден солай ойладым да. Қатты сол кезде ашуланып қалғам. Құрсыншы дедім де, содан кейін бірден миыма айтты, мына ручканы ал деді, бірден өлеңдерді жаза түскем. Рет-ретімен бәрін жаза түскем. Сонда осы өлеңде солай дүниеге келген еді. Сосын бар, маманың айтуы бәрі жақсы болып жазылып кеткеніне қатты қуанып, сөйтіп не істегем. Бірақ сол сәт, сол кәдімгі сәт енді мен есімнен кетпейді. Сол кезде ойладым, түйдім, яғни ойды. Ешқашанда сіздерге де айтамын, ешқашанда байыбына бармай жатып, ештеңені білмей жатып, ешқашанда ешкімді сөкпеңіздер, жақсы ма? Біз білмейміз не болып жатырғанын. Керек емес, мейлі ана жерде 2 жас ұрысып жатса да, біз олар туралы айтуға хақымыз жоқ. Біз білмейміз не болып жатырғанын. Ата-аналар ұрысып жатыр ма, біз араласу керек емес. Жай ғана араласу дегенде байыбына бармай жатып, өзімізше өзіміздің ойымызды салудың қажеті жоқ. Жақсы, мысалы, маған дәл солай айтты, менің қатты жүрегіме сол қалып қойды. Мысалы, ауыл білмейді маған солай айтқандығын. Жақсы ма, сондықтан да керек жоқ. Мен сіздерге айтамын. Олай бірнеше рет болды, енді сондай жағдай ол менің аздап есімде қалып қойды. Сосын мен 5-ші сыныпта сол апай айтқан болатын, есімнен кетпейді, оны айтуға бөліскім келіп отыр қатты. Сосын содан қорытынды шығарып сізбен айтқым келіп отыр. 5-ші сынып оқып жүргенде маған әдебиет сабағы сол апай отырғанда айтты. Барлығымызға айтқан болатын. Айтады, олимпиадаға мен сендерді қатыстырамын дейді. Бізде 2 оқушы бар олимпиадаға қатысады, олар точно қатысады деді. Бірақ та егер де араларында күшті бәрін жаттап, бәрін мықты білетін адам болатын болса, олимпиадаға араларына қатыстырамын деді. Менің миыма бірден кетті. Мен қатысқым қатты келеді, мені миыма жаттап алдым. Қатты дайындалдым. Қатты дайындалдым. Мен ережелерін бәрін жаттап алдым. Білсеңіздер ғой, мен қатты зубрить еттім. 5-ші сыныптың ережелерін мен жаман жақсы білемін. Сосын сөйттім да, сосын уақыт өткенде олимпиадаға ренжімеңдер, мен осы 2 қыз олимпиадаға қатысады деп айтқанда мен жүрегім қатты тиді ғой мына жеріме. Мен қатты сол кезде мен мақтайтын да, Лаура жарайсың, ережелерді білесің дегенде мен мақтайды. Мен көзге көріндім барынша, бірақ
алмады даже сұрамады, араларыңда бар ма, қалай не істейсің, ештеңе де болмады. Ол сөзін ұмытып кетті. Біз не қызды шығарам, болды дейді, маған сөйтті. Сол жер қатты жүрегіме тиді, мен даже қатысқым келді. Сосын мені қатыстырмайды. Жақсы, одан қойдым. Жақсы, енді қатыспаймын дедім, сөйтіп жүргем. Сөйтіп жүргенде 9-шы сыныпта ма, 10-шы сыныпта қайтып қатыстым. Қатысқым келді қатты. Бізге бірақ сол мұғалім берді, қатысқым келді қатты. Да, қатыстым. Қатысқанда маған айтады ғой, ренжіме, сен неге қатысайын деп жатсың дейді маған. Босқада мен бір қыз бар, мен сол қызбен әрі қарай барам дейді. Сен тек қана маған отырсаң болды, аудиторияны жинап дейді маған. Қос, менің жүрегіме былай дейді ғой. Сөйтіп айтқан. Адам болса болды дейді сол жерде. Отыра берші сол жерде дейді. Былай ренжіме, енді маған өтетін қыз бар дегенде маған айтты. Жүрегіме былай дейді. Көзімнен жас қатмай айттым. Ренжімеңіз, мен қатыспаймын деді. Мен сіздің олимпиадаға қатыспаймын, болды, мен істемеймін ештеңе деп. Ашуға булықтым да кетіп қалдым. Содан кейін сынып жетекшіме бардым, сөйтіп жылап, айтып. Ең сонда ол кісіге осының бәрін айтқан болатынмын. Мен 5-ші сыныпта дәл солай жасаған болатынсыз. 9-да да солай, 10-шы сыныпта да дәл солай жасаған боласыз. Мен енді қатысқысы келген балам неге интересно ары қарай дегенде жасаған болатын. Онымен сөйтіп да шешіліп қанымен қарай қалды ғой. Солай сіздерге айтқым келіп отыр. Білесіздер ме, сол арқылы яғни бұның бәрі неге келіп отыр? Біріншісінде қозғаған темам, ол енді мен сіздерге айттым, тағы да айтайын. Егер де бір мәселені білмей жатсаңыздар, оны байыбына білмей ешқашанда сөйлемеңіздер. Жақсы, ол өте үлкен бір жағынан күнә болады, екінші жағынан ол адамның жүрегіне қатты ауыр тиіп қалуыңыз мүмкін да, ол есіне кетпей қалуы мүмкін да. Бірақ мен қазіргі кезде оны жақсы есіме аламын, бірақ онымен не істеймін деп ойлаймын да. Мейлі өзіне өзі істеді, өзі солай жүре берсін, бірақ менің жүрегіме қарай алмаймын, менің сәлемім түзу ең бастысы. Мен оған жақсылықты ойлаймын, Алла апайға жақсылық тілеймін. Ешқандай да не емес, керегі жоқ, таста дедім Лаура. Одан өзіңнің жолыңды жаба беру керек емес дедім. Ол кісіге мен не істеймін, жамандық ойлап, таста, оның өз өмірі, менің өз өмірім деген сияқты. Бірақ енді амал неш, енді майда болып қалады. Қалғанымен мен енді жақсы деймін. Жақсы, мейлі. Өтетінісі өтті, солай болу керек деп қабылдадым. Да, рахмет айттым. Сосын оны қоштасып әйтеуір солмен жібердім. Сосын мана екінші мәселеге келетін болсақ, ол да енді жоқ деген отказ алып естудің бір амалы ғой. Сол кездерде мен отказ алып үйрендім, жоқ деген сөзге. Ал дәл қазір кезде енді мен қандай қыз болып отырмын, мысалға, иә? Сол сияқты ғой енді. Сондықтан да отказ алып үйрене беріңіздер. Жоқ, қатыспайсың деген сөзді де естіп үйрене беріңіздер. Жақсы ма? Әрбір жерде отказ алып үйреніңіздер. Әрбір жерде керек емес сіздер отказ алып үйренсеңіздер, жоқ деген сөзді естісеңіздер, да-да жоғарыға дейін шығасыздар. Да-да үшін айтамын. Мен отказды мектепте жүріп, былай алғам айттым ғой, анда ғылыми жобаға қатысам деп жүріп, мені қатыстырмай тастаған. Сондықтан да керек емес. Отказ алыңыздар, үйреніңіздер. Өздеріңізді қалай бағындырғандарыңызды білмей қаласыздар әлемді. Сондықтан да солар арқылы, оларға рахмет айту арқылы көптеген дәрежеге жетесіздер. Мейлі болатыныз болды. Яғни соңында айтқым келгені осы өлең дүниеге келген болатын. Дүниеге рахым айт, өкінбессің деген сонда ең бірінші тақырыпта осы өлең жазылды. Ей дүние, сен неге қаталсың? Қаталдықтан адамға зардап татарсың. Тоқтат енді, қинама пенделерді. Қинасаң да дұрыс қина пенделерді. Ей адамдар, сендерге айтарым бар. Айтарым бар өмірдің мәңгі сыйын, айтарым бар өмірдің қатал сыйын. Оң жағында отыр міне жақсылығың, сол жағында отыр міне жамандығың. Қиналсаң да үзбе қолыңды бұл өмірден. Жақсымен жүр, жаманнан аулақ бол, адам пенде. Сен адамсың, ол дүние. Аллаға айтарың болса, ең алдымен өзіңді тексер. Дұрыс па, бұрыс па, сенікі ойла тексер. Айтарым бар өмірдің қадір тұт, бағалай біл. Біліммен жең әрдайым, білім ал, оқы, ей адамдар. Өзіңе сен, әкеңе сен, анаңа сен, одан басқа сенбе ешкімге бұл өтініш. Құрметте сен ата-анаңды, бақытқа жол тарт бүгіннен, жаңа өмір баста қазірден. Дүниеге рахым айт, өкінбессің. Деген осылай менің өлеңім шыққан болатын сол кезде. Сосын соңғы өлеңім ол Лаура деген дыбыстар. Мен балконда отырдым. Балконда отырғанда шабыт келіп тұр маған. Шабыт тол бой келіп жатыр, бірақ түсінбеймін не екенін. Түсінбеймін. Қаламды алдым, дәптерімді қолыма алдым. Келіп жатыр, ой келіп жатыр. Бірақ жазу керекпін. Үндемей қалып қалдым. Үндемей қалғаннан кейін уже осы дыбыстар келді, құлағыма келген дыбыстар уже келіп жатыр. Әртүрлі дыбыстар. Сонда осы не дүниеге келген болатын осы өлең. Бұл дыбыс құлағымнан кетпейді ау.
Кетпейді-ау құлағымнан сыңғыр қаққан дыбыс, көліктердің зулауы, адамдардың шулауы. Кетпейді құлағымнан кетірсем де. Кішкентай балалардың сыңғырлаған күлгендері-ай. Әсем әуендеу, әсем дыбыстай, әнші балапан құстай, ән болып естілеме құлағыма. Құлағыма естіледі бір сырлар, Лаура, Лаура деген дыбыстар. Неге екенін білмеймін, өзіме солай елестеді-ау шамасы. Я, өзгеге де солай-ау деймін шамасы. Сендерге де естілеме таңғажайып дыбыстар. Естілген болса, мен де қуанар ем жүзімнен күлкі кетпей. Осы Лаура, Лаура деген дыбыстарды шығарған болатын. Жаңа енді сіздерге осыны оқып отырған кезде мынандай осы сәт тағы да есіме қалып қалды. Осы әдебиет пәні мұғалімімен білмеймін не болған, бірақ менде қарым-қатынас өте мықты болды ол кісімен. Жақсы болды, иә. Сыйлаймын, құрметтеймін, рахмет айтамын ол кісіге осындай мені жақсы етіп не істегеніне. Сөйтіп жүргенде мен мәнерлеп отырмын ғой. Негізі мен мәнерлеп оқығанды қатты жақсы көретін қызбын. Өте қатты жақсы көретін, бірақ жаттағанды ұнатпаймын. Вообще ұнатпаймын мен жаттағанды. Сосын сабақ кезінде болып отырады ғой. Болып отырған кезде білмеймін сіздермен неге бөлісіп отырғанымды, бірақ бөліскім келіп отыр, қатты ренжімеңіздерші, қатты не істесем. Осылай отырады да, отырамыз бәріміз партада отырған кезде енді мына өлеңді кім оқып береді дейді. Менің көзіме дәл түседі де, бірақ басқа біреу таңдайды еді. Мен қатты қолымды көтеріп отырамын. Қатты қолымды көтеріп айтқым келеді осы мен мәнерлеп оқығым келеді, бірақ басқа біреу таңдайтын еді да. Сол есіме түсіп кетіп отыр, мәнерлеп оқығанда бар ғой. Солай қатты ашуланып қаласың, бірақ жары құрсыншы дейсің де, соны ұмытып қаласың. Сондықтан да болады енді, ұмытпайтын естеліктер болады, бірақ оған рахмет айтыңыздар. Сол жағдайға, сол естелікке рахмет айтып онымен қоштасыңыздар, болды жіберіңіздер. Өткен шақпен кетті болды. Сен ары қарай сені болашақ күтіп тұр, дәл осы шақпен сен өмір сүріп жатсың. Ол жағдайға мен рахмет айтамын. Соның арқасында мен дәл осындай болып енді отырмын ғой. Оны жақсылығымен еске алып отырмын ғой. Енді келесі тақырып уақытты дұрыс қолдан. Кей кездер уақытты дұрыс қолдана алмай қалып жатамыз, иә. Кей кездері не істеп жатырғанымызды білмейміз. Кей кездері бір адамдар уақыттарын өте мықты пайдаланады. Білесіздер ме, Қазақстанда 100%-ық адамнан тек қана 2% уақытты дұрыс пайдаланғандықтан олар миллионерлік мықты болып кеткен да. Ал біздің қазақтар олар уақыттарын пайдаланбайды деп айтпаймын, бірақ жоспарлап жазбайды да. Не керек екенін ештеңені жазбайды ештеңені. Жазған адамдардың бәрі мықты дәрежеге жеткен адамдар ғой. Сол естеріңізде болсын, жақсы. Бәріңізге айтамын, жазып жүріңіздер, істеп жүріңіздер. Барлығы сіздерде жоспар арқылы болсын, және күнделікті әдет дағдыларыңыз болсын. Міндетті түрде 3-ші кітап оқыңыздар. Жақсы. Мен күнделікті жоспармен жүргенді ұнатамын. Апта, жыл, ай, күн деген сияқты, 5 жылдық деген сияқты өзімнің жоспарларым болады. Ол міндетті түрде, егер жоспарым болмаса, бір күнім жоспар сөйтсе өзімді қатты қайраймын. Лаура, сен жазбадың жоспарың, сен бүгінгі күніңді қалай өткіздің, сен не істедің сол күні деп өзімді қатты сөйтіп не істеймін де, нығырлай беремін де, сосын отырып аламын да жазамын. Мен бүгінгі күні былай жасадым, бүгін былай істедім, енді мен қазіргі кезде былай жасау керек, мынадай менің жобаларым бар деген, жоспарларым бар деген сияқты, мен жоспарларымды жаза бастаймын. Солай менің жоспарларым қалыптасты. Сондықтан да сіздерге дедім. Сіздерге айтып жатырмын ғой, енді қақылдап енді оны уже жаттап алған шығарсыздар, иә. Енді мен сіздерге мынандай бір нәрсемен бөліскім келіп отыр, мен осылай жасаймын жалпы. Менің қатты бір арманым болады. Бір қатты бір нәрсені армандаймын, оны қиялдаймын. Яғни көз алдыма кәдімгідей елестетемін, сол сәтті, мықты болған сәтті көз алдыма елестетемін. Елестеткеннен кейін бірден анда оны қағазға жазамын. Қағазға бірден жазамын. Не керек маған соны қағазға жазамын. Сосын барып оны жоспарлаймын. Жоспарыма енгізем. Сосын барып оны мақсатқа кәдімгідей түртіп аламын. Мақсат мынадай жылы, мынадай күнде мен мынаны жоспарлап уже мақсатыма жету керекпін деймін. Мақсатқа қойғаннан кейін уже мен іс-әрекетке көшемін ары қарай. Іс-әрекетке көшемде әрі қарай не істеу керекпін оған жету үшін. Мен мысалға мынаған қазір жоспарымда уже қойдым. Уже ол менің мақсатым кәдімгідей тұр. Енді мен осы мақсатыма жету керекпін. Енді не істесем болады? Мен сосын барып әрбір күнім сіздерге айтқандай жоспарлаймын. Жоспар кезінде сол мақсатқа мен жетудегі жоспарларымды құрамын, саты бойынша. Сосын барып мен оған жетемін. Мысалға бір нәрсе қатты алғыларыңыз келіп жүр ме? Ақша жинаңыздар. Ал ақшаны жинау үшін не істеу керек? Іс-әрекет ету керек. Ал іс-әрекет жасау үшін не істеу керек? Еңбек ету керек. Бірақ та ең алдымен сол нәрсені қиялдап, визуализация жасап, көз алдарыңызға елестетіп, миларыңызға жеткізуді ұмытып кетпеңіздер, жақсы ма? Аффирмацияны айтыңыздар, сенім айтыңыздар. Мен мынаған қалай да болса жету керекпін, мен жетем деңіз. Дәл осы шақпен айтыңыз, жақсы? Сөйтіп мен солай жасаймын, ол мен міндетті түрде.
соңында сол арманға жетем қатты, сосын одан қатты ләззат алам, оған қатты қуанам оған жеткеніме. Сосын келесі арманға жету үшін не істеу керек? Рахмет айту керек. Осы арманым шүкір менің орындалды, рахмет саған Алла, түйсігім саған үлкен рахмет, менің саған үлкен рахмет, менің орындалды ғой мына армандарым. Енді келесі армандарым орындалуына көмектес, әрмен қарай менің мынадай армандарым бар деп ары қарай армандарыңызды қоясыздар. Дегенімен армандарыңызға рахмет айтпасаңыздар, сол арманды еске түсірмесеңіздер, ренжімеңіздер, сіздердің келесі армандарыңыздың орындалуы өте қиын болып кетеді, даже орындалмай қалады. Джон Кихота шатаспасам сол кісі деген сабақ беріп отырғанда бір апай келген ғой, мен деген шетелден Америкадан біреулер тұрады, туған туыстарым, сол кісілерге барғым келеді, мен жолдасым жоқ, біреумен балдарым бар, жолдасым болғанын қалаймын, сосын тағы да бір нәрсені жазып ұмытып қалдым, сондай 3 арманы болған. Сосын не істесем болады, қалай істесем болады деп сөйткенде, ол кісі не мистер етпей-ақ қойын, бәріне өздеріңіз оқыласа етпей қызық болмай қалады. Сосын жеткенде ең соңында сол армандарына бәрін жеткен, кеңес арқылы жеткеннен кейін ең соңында сол кісіге сонда айтты: алло, мен деген сіз аэропортта тұрмын, кездессек сізбен деп. Ең соңында сол кісімен кездеседі, мана Джонмен кездескен кезде айтады: мен деген арманыма әлі жете алмай жүрмін дейді. Менің арманым орындалмай жатыр. Мен не істеп қойдым ол армандарым орындалмау үшін дейді. Сосын Джон айтады: сіз деген алдында маған күліп барып, қуанышыңызбен бөлісіп, армандарыңыздың орындалуын қатты тілеп, сол арманыңызға жетіп менімен бөліскен жоқсыз ба? Енді менен не сұрап тұрсыз сіз дейді. Дейді, кешіріңіз, мен ол армандарымды мүлдем ұмытып кеткенмін дейді. Мен бәріне қол жеткіздім, бірақ ол армандарымды есіме мүлдем шығарып тастаған дейді. Мен басқа армандар құрып қойған болатын дейді. Сосын айтады: сіздікі мүлдем қайда дейді. Сіз армандарыңыз орындалды ма? Онда сіз рахмет айтыңыз, алғысыңызды білдіріңіз, сосын барып келесі қадамға бастаңыз дейді. Арманыңызды әрқашанда есіңізде түсіріп, соған рахмет айтып барып жүріңіз алға қарай дейді. Әйтпесе сіздің армандарыңыз да орындалмай жүргені осы. Сондықтан дейді. Сонда осы есіңізде болсын, шүкір айтыңыздар, армандарыңыз орындалып жатырған қуаныңыз, сездіңіз, рахмет айтыңыз. Сосын барып ары қарай келесі арманға шакты бастаңыз. Түсінікті ғой, иә? Әрқашанда рахмет айтудан жалықпаңыз. Сосын сіздерге айтарым, армандардың орындалуына сеніңіз. Шексіз сеніңіз. Армандар орындалады, оған сіздердің де көздеріңіз жетіп жатыр, менің де көзім талай жетті. Мен сіздерге мысал ретінде де айттым, сондықтан жай ғана сеніңіз, сенімді болыңыз, жақсы ма? Тірлік етіңіз, еңбек етіңіз, нәтижесін көресіз, сосын барып бақытты боласыз, жақсы. Егер де оңай жолмен қаласаңыз, армандардың орындалғанын, онда өзіңізге сенімді болып, ішіңіз бәрін тазартып, қиялдап қана қоймай, манағы менің айтқан іс-әрекеттерім арқылы орындалсаңыз, арманыңыз оңай жолмен орындалады. Жақсы, медитацияны көп тыңдаңыз және солай ештеңеден қорықпай. Сосын сіздерге айтарым, әрқашанда тәуекел жасап үйреніңіздер. Тәуекелдікте болыңыздар, тәуекел жасаңыздар. Сосын жоқ деген сөзді отказ алып та үйреніңіздер. Отказ алу арқылы сіздер көптеген нәтижеге жетесіздер де, сол маған жоқ деп айтты, мен қалай да болса иә дейтіндей істеу керекпін дегендей. Жақсы ма? Енді мен сіздерге осы кітабыммен айтқанды бөлісіп жатырмын, бөлістім. Соңында ертең Алла қосса соңғы сабағымыз қалды. Содан кейін келесі бірінші курсымыз аяқталады, екіншіге қадам басамыз. Алла қосса білімді адам орнымен сөйлейді, мәдениеті артады деген тақырып. Сосын өзіңді мақұлдау мен өзіңді қабылдау біздің өміріміздегі оң өзгерістердің кілті деген екі тақырыпты Алла қосса не істейміз? Ертең айтамын. Сосын менің кейбір ойларым деген мықты бір 3, 6, 8 ойды жазып қойған екенмін. Соны не істермен бөлісемін. Сосын қорытындылап, осы кітаптың да тарауын аяқтаймыз, Алла қосса. Сосын аяқтағаннан кейін одан да мықты-мықтылар күтіп тұр. Мен оған шексіз қатты қашан болады екен деп күтіп жүрмін. Себебі 14 күндік марафонның екіншіден кейін ол супер ғой, ол керемет. Сондықтан да ол тапсырмалар өте көп. Шыдаңыздар. Тапсырмалар әлі жоқ деп өзіңіз не істемеңіздер, тапсырмалар әлі көп беріледі. Сондықтан да күтіңіздер. Тапсырма былай келеді сіздерге. Мықты-мықты тапсырмалар және орындайсыздар, бірге дамимыз, бірге көтереміз және жетістіктерімізбен міндетті түрде бөлісеміз. Құрметті чат, құрметті достар дейін, сіздерге ренжімеңіздер. Егер сіздерде қандай да бір нәтиже болып жатырса, қандай да бір жетістік болып жатса, чатқа бөлісіңіздерші. Мен мынадай арманым орындалып жатыр, мен істедім деген сияқты өздеріңіздің нелеріңізбен бөлісіп тұрсаңыздаршы, мен де қуанайын да кішкене. Жақсы? Сосын маған мотивация да беріп қойыңыздар. Міне мен мынаны жетіп жатырмын деген сияқты. Жақсы ма? Сосын бәріңізге айтамын, сіздермен видео звонок арқылы сөйлесеміз, міндетті түрде. Жақсы ма? Түсінікті ме?
міндетті түрде сөйлесеміз. Даже 2 аптада 1 рет болса да видеозвонокпен сөйлесіп тұрамыз. Жақсы, осы неде сөйлесем мен сіздермен, Алла қаласа, мүмкін бүгін бе, Алла қаласа көреміз. Жақсы, дайын болыңыздар. Сіздерге сәттілік тілеймін. Армандарыңыздың бәрі Алла қаласа орындалады, бәрі жақсы болады сіздерге. Мен себебі сенімдімін. Мен сіздерге сенемін, сіздер маған сеніңіздер, сосын екі тараптан да мықты нәтижеге қол жеткіземіз. Жақсы ма? Беттеріңізден сүйдім сіздердің. Рахмет сіздерге. Жай ғана рахмет. Қолдап жатырғандарыңызға, қолдап білдіріп жатырғандарыңызға, алғыс айтып жатырғандарыңызға мен сіздерді шексіз жақсы көремін. Сау болыңыздар. Келесі сабаққа дейін, Алла қаласа. Сәттілік.